Қош келдіңдер, құрметті көрермендер. Бүгін әңгіме қылатыным үш би туралы айтқым келіп отыр. Бірінші Төле би Әлібекұлы. Бұл кісі 1663 жылы дүниеге келіп, 1756 жылы дүниеден озған, 93 жасында. Сіздерге де сол 93-тің жасын берсін. Төле би қазақтың Тәуке, Болат, Әбілмәмбет, Жолбарыс, Абылай хан хандығының тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан ірі мемлекет және қоғам қайраткері, ойшыл, дана болған адам. Төле би 12 жыл билік жүргізген. Ташкентте атасы Жүніс ханның қолында қасына жерленген. Мемлекет қайраткері, ойшыл, дана, атақты шешен, сауатты адам болған. Енді Төле би менен Түлкі баланың әңгімесін жалғастырамын. Үйсін Төле би кіші жүз алшын Әйтеке биге қонаққа келеді. Әйтеке би жақсы қарсы алмапты. Төле би өкпелеп қайтып кетеді. Артынан Әйтеке би сұрастырса, іздеп келген атақты Үйсін Төле би екен. Білмей қалған ғой сонда Төле бидің бұрын соңды көрмегесін. Қалай кері қайтаруын ойластырған. Шақырыңдар Түлкіні дейді. Бір қайтарса, сол қайтарады дейді. Түлкі деген ауылындағы баланың аты. Түлкі бала тыңдап, әңгімелесіп отырғанда түлкі дейді. Бір қайтарса, сол қайтарады дейді. Біреу әңгімелесіп отырғанда қасынан кетпейтін еді. Сол әңгімесін тыңдап, зейініне салып отыратын еді. Бір қайтарса, сол түлкі бала қайтарады деп түлкіні жұмсайды. Бала салт атқа мініп, алдынан орақтып, шығып, сәлем береді. Сәлем береді де, сөз тыңдап жүре береді. Бір кезде Төле би, әй балам, жол болсын дейді, әлей болсын дейді де. Түлкі бала, рұқсат етсеңіз, бір сұрағым бар еді. 300 кім? Қазақтың 3 баласы, үшеуі қазақтың 3 баласы, үшеуі ағайынды. Ағайынды кісі өкпелесе, неменен тарқалады өкпесі дейді. Ағайындының өкпесі аса зілді болмайды. Бірін бірі сағынысып көрісумен ақ тарқайды, дейді Төле би. Дейді Төле. Ағасы інісі өкпелесе ше? Ағасы інісіне өкпелесе ше? Інісі зордан, аға бардан деген ғой. Інісі тас, аға бос болады деген емес пе, дейді Төле. Төрелігіңізге құлдық ата, ініңізге өкпелеп, елге қайтып бара жатыр екенсіз. Райыңыздан қайтып, қонақ болып кетуіңізді сұрай келдім, дейді Түлкі бала. Бетің қақпаған бала екенсің. Бір ашуыңды берейін деп байламға келіп, Төле кейін бұрылып, Әйтеке бидің үйіне қонаққа келеді. Екінші би Қазыбек би. Қазыбек би Келдібекұлы 1667 жыл туып, 1764 жыл дүниеден озған, 97 жасында. Ал осы 97-93 деген жастар
мына тыңдап отқан көрерменнің өмір жастары ұзақ болсын. Айтеке Қазыбек сияқты, Төле би сияқты. Қазақтың Тәуке, Болат, Сәмеке, Әлмәмбет Абылай хандығының тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан мемлекет және қоғам қайраткері. Қаз дауысты Қазыбек, асқан шешен, ақын, дау шешкен әділ қазы, халықаралық дәрежедегі елші, дипломат, қоғам қайраткері болған. Қазыбек би Төле би ханның белгілі би батырлары бастаған елшілігіне атқосшы болып алғаш рет қалмақ қоқтайшысы Иван Роддонға барғанда 17 жаста болған. Сол сапарында шешендігін таныстқан 90 тұтқынды, шабылған малды, тоналған мүлікті алып қайтқан. Содан бастап ел арасында қаз дауысты Қазыбек атанған. 1745 жылы Абылайды тұтқыннан босатқан. Қазақтың 33 қаласын Әлмәмбет ханға қайтарып беруге үлкен үлес қосқан Қазыбек. Енді үшінші биіміз Әйтеке би. Байбек ұлы 1644 жылы туып, 1700 жылы дүниеден озған. Бұл 56 жаста қайтыс болған екен. Жасы кеткен екен. 1644 жылы 23 наурызда Өзбекстандағы Қазбейбі тауының етегінде дүниеге келген. Ол қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан атақты үш бидің бірі. Мемлекет қайраткері, Бұқара менен Самарқанның төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақ құрама жұрттың бас биі болды. 25 жасында кіші жүз халқы бас би етіп сайлаған. Ел басына туған қиын күндерде Әйтеке би, Төле би, Қазыбек билер бірігіп отырып, елді, жерді қорғауға бірігіп үлес белсене араласқан. Әйтеке бидің айтқаны: Төле би менен Қазыбек, қаз дауысты Қазыбек ертеректе өлген бір кісінің құнын даулап кіші жүзге келеді. Дау бірнеше күнге созылады. Екі жақ келісімге келмейді. Бір күні есік жақта отырған бір жігіт: Асқар тау, сенде бір мін бар, асу бермейсің. Тасқын су, сенде бір мін бар, өткелің жоқ, өткел бермейсің. Бейлер, сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермейсіңдер деп тұрып кетеді. Қазыбек: шақыршы анау қара жігітті дейді Төле би. Қазыбек би жігіттер шақырып келген соң: шырағым, қай баласың, аты жөнің кім деп сұрайды билер. Төле би менен Қазыбек би: әкемді сұрасаң жетесіз, шешемді сұрасаң некесіз, туа салған бір баламын, тегімді сұрап нетесіз дейді жігіт. Балам, сөзің жетті, енді төрелігіңді айтып, осы дауға өзің ие бола ғой, дейді Төле би. Сонда қара жігіт түргеліп тұрып, алты атасын арқалап жүргенді сіздерден көрдім.
жеті атасын жетектеп жүргенді сіздерден көрдім. Ескіріп кеткен дау екен. Бірақ құр қайтсаңдар, ағалық назарларыңа қалармын. Ердің құны 100 қара қой. Кіші 100 санын 100-ге толтырып, тайынша торпақ берсін. Соған риза болыңдар дейді. Екі жағы да осы төрелікке тоқтап, ырзашылықпен тарайды. Бұл Айтеке бидің жас жігіт шағындағы айтқан бір төрелік екен. Алты алаш ұғымы: қазақ, қарақалпақ, өзбек, түркмен, қырғыз, жайылған түркі тектес халықтарының одағы біріктірілген. 7 ата: бала, әке, ата, арғы ата, баба, түп ата, тек ата. Қазақта 7 атасын білу заң болған. Әкесі, атасы балаға тек 7 атасын жаттатып қана қоймай, олардың қандай адам болғанын, екі жұрттың ел жұрты үшін еткен ерлігін, өнегесін, істері жайлы әңгімелеп отырған. Енді жарғы дәстүрді қазақ қоғамындағы заңдар жинағының атауы. 7 жарғы Тәуке хан тұсында қабылданған қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрпы заңдарының жиынтығы. Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және 300-дің игі жақсылары менен билері Күлтөбенің басында Тәуке ханның 7 жарғысы деген атауға ие болған заңдар жинақтағын қабылдады. Енді осы әңгімемді Жирен шешеменен жалғастырайын. Жирен шеше ақыл парасаты менен, тапқырлығы менен аты аңызға айналған қазақтың ділмәр шешен төре болған. Әз Жәнібек хандығы тұсында өмір сүрген. Дүниеде не өлмейді? Әз Жәнібектің 60 биі болған. Бір жолы хан билерін дүниеде не өлмейді деп сұрақ қойғанда, 60 би бір ауыздан: ағынсыз өлмейді, асқар тау өлмейді, аспанда ай мен күн өлмейді, әлемде қара жер өлмейді деп жауап береді. Сонда Жирен шеше: ағын судың өлгені, 6 ай қыста қатқаны, асқар таудың өлгені, басын бұлттың жапқаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, қара жердің өлгені, қар астында жатқаны, ажал деген атқан оқ бір алланың қақпаны. Дүниеде не өлмейді? Жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді деген екен. Енді әрғарай Шоқан Уәлихановтың бала кезіндегісін айтайын. Шоқан менен Саққұлақ шешен туралы. Жазда ауылға демалысқа келіп жатқан Шоқан Саққұлақ шешенді қонаққа шақырып, әңгімелерін тыңдайды. Тыңдау кезінде Шоқан қонаққа сұрақ қойып: ақсақал, біреу жолдан тайса, кімнен ақыл сұрайды дейді. Шырағым, көнеден сұрайды дейді шешен. Көне адасса, кімнен сұрайды? Көне адасса, көрегеннен сұрайды. Көрегенді адасса, кімнен сұрайды? Көрегенді адасса, көптен сұрайды. Көп адасса, кімнен сұрайды? Көп адасса, көп оқығаннан сұрайды. Көп оқыған неге адассын? Әлгінде ғана Сатыбалдының жаман құлына күдіктеніп, оның үмбетәлі жырау туралы дастанын өзің де менен сұрап анықтап алған жоқсың ба дейді шешен. Содан соң: асылы ақыл адамды адастырмайтын ем, білім таусылмайтын кен,
Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап, шолушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез, біліп туған бал екенсің, тусыңның дан екенсің, дейді Шоқанға раза болған Саққұлақ шешен. Енді әрі қарай қалдырмай-ақ қояйын, кілең жақсы адамдар туралы ой тастап жатырмын ғой. Ахмет Байтұрсынов туралы айтып жіберейін. Ахмет Байтұрсынов 1873 жылы дүниеге келіп, 1937 жылы дүниеден озған 64 жасында. Ахмет Байтұрсынов ұлы аса көрнекті қазақ ақыны, журналист және педагог. Ол қазақ тілі емлесінің реформатары, грамматиканың және қазақ әдебиет теорияның негізін салушы. Ол адамдардың адамгершілікке, ынтымаққа, бірлікке, жаман әдеттерден арылуға шақырады. Ахмет Байтұрсынұлы Крыловтың 14 мысалын аударған. 40 мысал атты аударма жинағында 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген ақын әрбір аударманың соңында өзінің негізгі ойын айтып түйіндеген. Мәселені халқымыздың сол кездегі тұрмыс тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Шығармашылық жолы жар салу, ой санасын ояту. Ахмет Байтұрсынұлының халықты оқуға шақырған, білім, ғылымның қажеттілігін түсіндірген, жалаң үгітші емес, қазақ халқының арасында ағартушылық жұмыстарын, жалпы мектеп ісін жолға қойған, көп күш жұмсаған, бала оқытып, ұстаздық қырған тәжірибесі мол жан болған. Бұл Сыздықованың айтқаны. Орынбор қаласындағы архивтен Байтұрсыновтың ең соңғы халыққа жазған хаты табылған. Оны өзім осы оқып отырған әжем оқыды. Мен тыңдадым. Қандай қиыншылық, азап көрген, Сібірге айдалған, түрмеге бірнеше рет түскен, әңгіменің соңы қайғымен өлген. Міне ол уақытта қазақты дұрыс бағаламаған. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі тыңдағандарың кілең керемет оқыған азаматтар туралы айттым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы жатып жайлы тұрыңдар, үпіл қойыңдар, тыңдасаңдар ұнаса. Әжелеріңнің айтатыны әлде де көп. Мына менің қолыма ұстап отқан кітабым, өзімнің жазғаным. 80 жасымда жаздым. 80 жасымда жаздым. Мартта бастаған екенмін. 80 жасымда. Қазір 85-тің көжесін ішуге тақалып отырмын. 84-тен 10 ай асып отырмын. 84 жастамын. Ал әлі де сол оққанды жақсы көрем. Кішкентай қолым тисе жазғанды жақсы көрем. Шабытым келсе өлеңде шығаратын сауатым бар. Өзімнің негізгі мамандығым 40 жыл бастауышта кішкентай балдарға сабақ бердім, педагогпын. Қош болыңдар.